Кейде адам өміріндегі ең қорқынышты сәт бұл босану емес. Бұл босанғаннан кейін не күтіп тұрғанын білу. 1992 жылдың қыркүйек айы. Шымкент түрмесінің қақпасы Ербол Жұмағалиевтің артына жабылды. 10 жыл. 3650 күн. 87750 сағат. Ол әр минутын санады. Әр секундын сезді. Ол 28 жасар еркек болып сыртқа шықты, бірақ ішінде 40 жасар қарттың рухы жүрді. Оның қолында жыртылған қағаз қапта 20 сом ақша, түрмеден берген киім, және 10 жыл бұрын әкесі айтқан соңғы сөз. Әйгерімді қарай біл. Оның қарындасы. 10 жыл бұрын 12 жасар қызғалдай қыз болатын. Қазір 22 жаста. Ербол көшеде тұрып Шымкент қаласына қарады. Қала өзгерген. Дүкендер өзгерген. Адамдар өзгерген. Кеңес одағы жоқ. Енді Қазақстан бар. Жаңа ақшалар, жаңа ережелер, жаңа өмір. Бірақ Ербол үшін бәрі бір. Оған бір ғана нәрсе керек: үйіне бару, әкесін шешесін көру, Әйгерімді құшақтау. Ол жаяу жүрді. Автобусқа ақшасы жетпеді. 40 минут кейін ол өз көшесіне келді. Жүрегі қатты соқты. Ол мұны 10 жыл армандады. Бірақ ол үйінің алдында тоқтағанда түсінді: бірдеңе дұрыс емес. Үйдің терезелері бөтен. Есікте басқа нөмір. Ол босағаны басты. Есікті қалың, майлы бетті әйел ашты. Сізге не керек деп сұрады ол қатал дауыспен. Ербол тітіркеніп артқа шегінді. Кешіріңіз, мен осында тұратынмын. Үйім бұл еді деп мұқалды ол. Әйел оны мұқият қарады. Сен Жұмағалиевтардың ұлы шығарсың. 10 жыл түрмеде отырған ол. Ербол басын изеді. Иә, мен соймын. Әкем шешем қайда? Әйел көзін төмен түсірді. Олар 3 жыл бұрын қайтыс болды екеуі де. Әуелі әкең дүниеден өтті, жүрегі шыдамады. Содан соң шешең 2 ай өмір сүріп артынан кетті. Үйлерін банк алды. Қарыз көп болыпты. Мен осы жерді сатып алдым былтыр. Ербол есікке тірелді. Оның әлемі құлап түсті. Әйгерім деп сұрады ол әрең естілетін дауыспен. Олардың қызы, менің қарындасым. Ол қайда? Әйел иығын қысты. Білмеймін бала. Ол 2 жыл бұрын кетті десті. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Кейбіреулер Алматыға кетті дейді, кейбіреулер Ресейге, мен дәл білмеймін. Есік жабылды. Ербол көшеде қалды. Үйсіз, отбасысыз. Болашақсыз. Ол үйдің қабырғасына сүйенді және алғаш рет 10 жылда жылады. Бірақ ол жылаған жоқ өзі үшін. Ол жылады Әйгерім үшін. 12 жасында жетім қалған қыз үшін. Ол жылады әкесі оған айтқан сөз үшін. Әйгерімді қарай біл. Ол қарамады. Ол түрмеде отырды. Ал Әйгерім жалғыз қалды осы қатыгез әлемде. Ербол көзін сүртті. Жеткілікті жылады. Енді іздеу керек. Ол көршілердің үйіне барды. Қарт Қадыр есігін ашты. Оның көзі кеңейді. Ербол, сен өлі екенсің деп естідім деді ол. Өлмедім Қадыр аға, деді Ербол. Әйгерімді іздеп жүрмін. Сіз оны көрдіңіз бе? Қадыр терең тынысын алды. Кір бала, деді ол. Мен саған айтатын нәрселер бар. Бірақ сен тыңдап шыдай аласың ба? Сол күмәнді. Егер сізге осындай мазмұн ұнаса, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. Қадырдың үйі кішкене болатын. Ескі диван, сынған телевизор, қабырғада кеңес кездегі кілем. Екеуі дастархан басында отырды. Қадыр Ерболға шай құйды. Бала, менің саған айтатыным оңай емес деп басталды ол. Әйгерім туралы айтсам сенің жүрегің жарылады. Бірақ сен оны білуің керек. Айтыңыз, деп мұқалды Ербол. Мен бәрін тыңдауға дайынмын. Қадыр терең тынысын алды. Сенің әкең қайтыс болғанда Әйгерім 12 жаста еді. Анаң 2 ай тірі жүрді, бірақ ол да көзін жұмды. Қыз жалғыз қалды. Ақшасы жоқ. Туыстары көмектескен жоқ. Үйді банк алды. Ол көшеде қалды. Мен оны үйіме алғым келді, бірақ менің зейнетақым бар ғана. Көршілер ас берді. Кейде ол базарда жұмыс істеді, қорап тасыды, көкөніс сатты.
1 жылға жуық осылай өмір сүрді. Ербол тыңдады. Оның жұдырығы қатты қысылған еді. Содан не болды деп сұрады ол. Содан бір әйел келді деді Қадыр, таза киінген, әдемі әйел. Ол Айгерімге жақындап сөйлесті. Айтты, Алматыда жақсы жұмыс бар, мейрамханада даяшы болып істейсің, жақсы табыс табасың. Паспорт береді, орын береді, барлығын шешеді. Айгерім сенді. 1 апта ішінде ол кетті. Біз ескертуге тырыстық, бірақ қыз үміттенді. Жақсы өмір армандады. Қадыр үндемей қалды. Ербол оның көзіне қарады. Аға, одан кейін не болды деп қайталады ол. Қадыр басын шайқады. Одан кейін 2 жыл ешкім оны көрген жоқ деді ол. Бірақ 6 ай бұрын мен базарға барғанмын. Сол кезде мен оны көрдім. Ол машинада отыр еді. Қасында бір еркек бар еді. Байланысты адам сияқты. Мен оған қол бұлғадым, бірақ ол мені таныған жоқ. Не деген сөз, танымады ма деп қайталады Ербол. Қадыр оның көзіне тура қарады. Танығысы келмеді Ербол деді ол. Қыздың көзінде қорқыныш бар еді. Ол тірі, бірақ онда өмір жоқ. Түсінесің бе? Мен оған жақындауға тырыстым, бірақ ол еркек мені итеріп жіберді. Машина кетті. Содан бері мен оны көрген жоқпын. Ербол тұрды. Оның денесі дірілдеп тұрды. Сол еркек кім еді деп сұрады ол. Білмеймін деді Қадыр, бірақ базардағы адамдар айтты, Алматыдағы бизнесменнің адамы екен. Қандай бизнес деп сұрады Ербол. Қадыр оған ұзақ қарады. Сен білесің қандай бизнес, Ербол деді ол. Қыздарды сататын бизнес. Арам жұмыстарға пайдаланатын бизнес. Айгерім соларға түсіп қалды. Ербол қолын қысып үстелге соқты. Шыны әйнек сынды. Ол қанға боялған. Бірақ оған бәрібір еді. Қадыр басын изеді. Ербол, тоқта деді ол. Сен бір нәрсе істесең өлесің. Олар қатыгез адамдар. Оларда ақша бар, байланыс бар, қару бар. Ербол терезеге қарады. Оның көзінде мұз бен от араласқан еді. Мен 10 жыл түрмеде отырдым, Қадыр аға деді ол. 10 жыл мен төбемнен түсетін суды санадым. Мен қорқыныштың не екенін ұмыттым. Енді маған қорқатын ештеңем жоқ. Менде жоғалтатын ештеңем жоқ. Бірақ менде табатын нәрсем бар. Менің қарындасым бар. Ол маған Алматыға баратынын айтты. Қадыр оны тоқтатуға тырысты. Ербол тыңдамады. Ол есіктен шықты. Көшеде қараңғы түсіп қалған еді. Ол жұлдыздарға қарады. Айгерім деп шақырды ол. Мен келдім. Мен сені тастамаймын. Сен қайда болсаң да мен сені табамын. Ол қалтасынан 20 сомды алды. Бұл оның бар дүниесі. Бірақ оған жеткілікті емес еді. Алматыға баратын пайыз билеті 50 сом тұрады. Ербол шешім қабылдады. Ол түнде вокзалға жүріп барды. Ол жүк вагонның астына жасырынып Алматыға барды. Саяхат 10 сағат созылды. Ол тоңып қалды, аш қалды, шаршады. Бірақ ол қозғалды. Өйткені қозғалмау деген бұл Айгерімді қайтадан жоғалту деген сөз. Алматы вокзалы адамдарға толы еді. 1993 жыл басталды жаңадан. Кеңес одағы ыдырағанына 1 жыл өтті. Қазақстан тәуелсіз ел болды. Бірақ адамдарға бұл тәуелсіздік бақыт әкелмеді. Базарда доллар сатылды, дүкендерде өнім жоқ еді, көшелерде диірмендер мен бандиттер көбейді. Ербол вокзалдан шықты. Ол ешкімді танымайды бұл қалада. Бірақ оның бір досы болатын. Түрмедегі досы. Мұрат Сейітов. Олар бір камерада 2 жыл отырды. Мұрат 5 жыл алды, Ербол 10 жыл. Мұрат 2 жыл бұрын босады. Ол Алматыда қалды. Ербол оның телефон нөмірін білді, Мұрат түрмеден шығарда жазып берген еді. Ербол телефон автоматына жақындады. Қалтасында 20 сом бар. Бір қоңырау 2 сом тұрады. Ол ақшаны салды, нөмірді терді. 3 сигнал өтті. Содан дауыс естілді. Алла деді Мұрат. Мұрат, бұл Ербол деді ол. Желіде үндемеу болды. Ербол деді Мұрат таңырқап. Сен қайдасың? Алматыдамын деді Ербол. Вокзалдамын, маған көмек керек.
20 минут ішінде мен келемін деді Мұрат. Қозғалма. Ербол вокзал алдында күтті. Қала оған қорқынышты көрінді. Үлкен ғимараттар, көп адамдар, жарық шамдар. Түрмеде қабырғаларға көзі үйренген еді. Мұнда кеңдік бар. Бірақ бұл кеңдік оны қорқытты. 25 минут өткенде ескі Жигули көлігі тоқтады. Мұрат көліктен түсті. Ол үлкейген, әбден семірген, сақалды адамға айналған еді. Бірақ көзі сол бұрынғысынша қалды, мейірімді және ашық. Ербол, деді ол, және досын құшақтады. Қалайсың бауырым? Олар көлікке отырды. Мұрат оны үйіне апарды. Кішкене пәтер, бірақ жылы және таза. Анар алып келдім деп хабарлады Мұрат үйіне қарай. Оның әйелі Жанар есіктен қарсы шықты. Ол қонаққа нан және шай дайындады. Олар үстел басында отырды. Ербол бәрін айтып берді, әкесі мен анасының қайтыс болғанын, Айгерімнің жоғалғанын, Қадырдың айтқан хабарын. Мұрат тыңдады. Оның беті қараңғы түсті. Ербол, мен сені түсінемін, деді ол. Бірақ мұнда бір нәрсені білуің керек. Алматы қауіпті қала. Ол Шымкентте емес. Мұнда адам саудасы үлкен бизнес. Оларда ақша бар, байланыс бар, қорғау бар. Полиция оларға көмектеседі. Прокуратура көз жұмады. Мен білемін, деді Ербол. Бірақ маған бәрібір. Айгерімді табу керек. Мұрат иығын қысты. Мен сені түсінемін, деді ол. Менің қарындасым болса мен де солай істер едім. Бірақ сен дұрыс бармайсың. Сен оларды күшпен алмайсың. Олар сені өлтіреді. Тапқан адамды бәрібір жасыра алмайсың. Олар қайтадан алып кетеді. Онда не істеу керек деп сұрады Ербол. Мұрат ойланды. Алдымен табу керек, деді ол. Қайда екенін білу керек. Дәл қай жерде екенін анықтау керек. Содан жоспар жасау керек. Мен жұмыс істеймін бір жерде. Ресторанда күзет болып тұрамын. Ондағы біздің адамдар көп нәрсені біледі. Мен сұраймын. Келесі күні Мұрат хабармен оралды. Ербол, деді ол үндемей. Мен хабар алдым. Алматыда 3 үлкен жер бар, қыздар ұсталатын. Оларды массаж салондары деп атайды. Бірінші Гүлстан салондары. Екіншісі Жібек жолы салондары. Үшіншісі Ақгүл салондары. Олар заңды жұмыс істейді, ресми түрде. Бірақ артында бұл адам саудасы. Айгерім сол жерлерде болуы мүмкін. Қалай табамын деп сұрады Ербол. Мұрат ойланды. Клиент болып барасың, деді ол. Ақша төлейсің, қыздарды көресің. Егер Айгерім болса танисың. Бірақ бұл қауіпті. Сені тани қалса дереу хабарлайды. Басқа нұсқасы жоқ, деді Ербол. Мұрат басын изеді. Жарайды, деді ол. Бірақ менің шартым бар. Сен жалғыз бармайсың. Мен де барамын. Қашан деп сұрады Ербол. Ертең кешке, деді Мұрат. Алдымен ақша керек. Бір кіру үшін 50 сом төлеу керек. Мен жинадым аздап. Бізге жетеді. Түнде Ербол ұйықтай алмады. Ол терезеден қарады. Алматының шамдары жанып тұрды. Қаланың бір жерінде Айгерім бар. Оның қарындасы. Оның қорғауға міндетті адамы. Ол 10 жыл кеш қалды. Бірақ енді ол мұны түзетеді. Ол оны табады. Ол оны босатады. Немесе өледі осы жолда. Келесі күн Ербол үшін мәңгілік сияқты созылды. Ол Мұраттың үйінде отырды. Жанар оған тамақ әкелді, бірақ ол жей алмады. Оның асқазаны түйіліп қалған еді. Ол тек шай ішті және ойланды. Кешке жуық Мұрат жұмыстан оралды. Ол қолында киім қапшығын ұстап келді. Мына ки, деді ол Ерболға. Сен клиент болуың керек. Нашар киініп барсаң күдік туғызасың. Ербол қапшықты ашты. Ішінде жаңа көйлек, жақсы шалбар, тері куртка бар еді. Қайдан алдың деп сұрады Ербол. Досымнан сұрадым, деді Мұрат. Ол маған сенеді. Екеуі киінді. Сағат 8 болды. Олар көлікке отырды. Мұрат қаланың оңтүстік бөлігіне жүргізді. Жол жарты сағат созылды. Олар тұрғын үй аудандарынан өтті, содан іскери орталыққа жетті. Мұрат бір ғимарат алдында тоқтады. Бұл жерде, деді ол. Гүлстан массаж салоны. Біз бірінші осыны тексереміз.
Олар көліктен түсті. Ғимарат 3 қабатты, жаңа шыны терезелері бар еді. Бірінші қабатта салон орналасқан. Олар есіктен кірді. Кіреберісте күзетші тұрды, ірі, қалың адам. Ол оларды суық көзбен қарады. Кімсіңдер деп сұрады ол. Клиенттеріміз деді Мұрат. Алдымен ақша төлейсіңдер деді күзетші. Әрқайсысы 50 сом. Мұрат ақша шығарды. Ол 100 сомды берді. Күзетші ақшаны алды және ішке өтуге рұқсат етті. Ішінде әдемі залға кірді. Қызыл диван, шам, столдар бар еді. Қабырғада қыздардың фотосуреттері ілулі еді. Қарсыларында әйел шықты, 40 жасар, әдемі, бірақ салқын. Қош келдіңіздер деді ол жасанды күлімсіреумен. Қызды таңдаңыздар. Бізде 15 қыз бар. Барлығы таза, жас, әдемі. Ербол фотоларға қарады. Оның жүрегі қатты соқты. Ол әр суретті мұқият қарады. Бірінші қатарда жоқ. Екінші қатарда жоқ. Үшінші қатарда жоқ. Оның жүрегі батып бара жатты. Айгерім осында жоқ. Ол қателестік. Немесе ол басқа салонда. Сіз таңдадыңыз ба деп сұрады әйел. Ербол оны бұрылып қарады. Бұл барлық қыздар ма деп сұрады ол. Әйел ойланды. Иә, қазір осылар бар деді ол. Кейбіреулері клиенттермен бос. Күтіңіздер 10 минут. Тағы біреу босайды. Мұрат Ерболдың иығынан ұстады. Келесі салонға барамыз деп шыбырлады ол. Олар шығып кетті. Көшеде Ербол тынысын жиды. Сенімді жоғалтпа деді Мұрат. Тағы 2 салон бар. Жібек жолы салоны жабық болды, жөндеу жүргізіліп жатыр екен. 3-ші салонға барайық деді Мұрат. Олар Ақгүл салонына барды. Бұл жер қаланың басқа бөлігінде орналасқан еді. Кедейірек аудан. Ғимараттар ескі. Көше қараңғы. Олар салонның есігін тапты. Кіреберісте қатты иісті парфюм иісі соқты. Зал кішкене, бірақ қыздар көп еді. Қарсыларында басқа әйел шықты, жас, 25-ке жуық. Қандай қызды қалайсыз деп сұрады ол тікелей. Каталогты көрсетіңіз деді Мұрат. Әйел үстелдегі қалта келді. Ішінде пластик қаптарда фотолар бар еді. Ербол оларды қарай бастады. 6 фото. 8 фото. 10 фото. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 фотоға келгенде оның қолы титіркеді. Айгерім оның қарындасы. 10 жыл кейін. Енді қыз емес, жас әйел. Оның шашы қысқа қиылған. Макияж көп. Көзінде суық қарайтын. Бірақ бұл ол еді. Ербол оны таныды. Оның өкпесі тарылды. Мұрат оның бетіне қарады. Таптың ба деп шыбырлады ол. Ербол басын изеді. Ол сөйлей алмады. Қыздың атауы не деп сұрады Мұрат әйелден. Арай деді әйел. Ол бізде жаңа емес, бірақ клиенттерге ұнайды. 50 сом 1 сағатқа. 100 сом түнге. Біз оны таңдаймыз деді Мұрат. Әйел күлімсірді. Жарайды деді ол. Бірінші ақша төлеңіздер. Мұрат қалтасына қол салды. Ербол деді ол үндемей. Мен ақшаны дайындап келмедім. Бүгін тек қарауға келдік. Ертең келеміз ақшамен. Әйелдің беті қатайды. Онда босқа келгендерінен кешіріңіз деді ол. Келесі жолы ақшамен келіңіздер. Олар қайтадан көшеге шықты. Ербол қабырғаға сүйенді. Оның қолы дірілдеді. Мұрат оған су әкелді. Іш деді ол. Ербол суды ішті. Сен оны көрдің бе деп сұрады Мұрат. Ербол басын изеді. Иә деді ол. Менің қарындасым. Айгерім. Мұрат оның иығына қол қойды. Біз оны аламыз деді ол. Бірақ біз дұрыс жоспар жасауымыз керек. Егер сен ішке кіріп оны таныса, олар екеуіңді де өлтіреді. Онда не істеуің керек деп сұрады Ербол. Мұрат ойланды. Алдымен ақша керек деді ол. Мен досымнан қарыз аламын. Сен ертең ішке кіресің. Бөлмеге барасың. Онда оған бәрін айтасың. Қашу жоспарын түсіндіресің. Ол сенуі керек. Содан кейін біз әрекет етеміз.
Келесі күн Ербол үшін ең ұзақ күн болды. Ол таң атқан сәттен бастап есептей бастады. Әр сағат, әр минут, әр секунд. Кешке Мұрат қарыз ақша алып оралды. Мына, деді ол. 100 сом. Бұл жеткілікті. Ол сонымен бірге киім де әкелді. Тағы жақсырақ киін, деді ол. Салондағылар байлардың ғана келетінін күтеді. Ербол киінді. Ол өзін таныған жоқ айнадан қарағанда. Жат адам тұрды айнада. Қатты бет. Салмақсыз, түрмеден із қалған. Олар көлікке отырды. Жол таныс еді енді. 20 минут өткенде олар Ақгүл салонына жетті. Бірақ Мұрат көлікті тоқтатпады. Маған есік алдына дейін жету қауіпті, деді ол. Сен жалғыз кір. Мен көшенің ар жағында күтемін. Егер қауіп болса шыға жүгір. Мен дайынмын. Ербол көліктен түсті. Жүрегі қатты соқты. Ол есікке жақындады. Кіреберісте күзетші оны тоқтатты. Сен кешеде келдің, деді ол. Иә, деді Ербол. Бүгін ақша келдім. Күзетші оны өткізді. Ербол ішке кірді. Әйел қарсы шықты. Кешегі сол. Сіз қайттыңыз ба, деді ол. Қандай қызды қалайсыз? Менің есімде, деді Ербол. Арай есімді қыз. Әйел күлімсірді. Жақсы таңдау, деді ол. Ол қазір бос. Ақшаңызды төлеңіз. Ербол 100 сомды берді. Әйел ақшаны санады. 1 сағат, деді ол. Мені ілесіңіз. Олар дәлізге өтті. 2 есіктен өтті. 3-ші есік алдында тоқтады. Әйел есікті қақты. Кір деген дауыс естілді. Әйел есікті ашты. Ербол ішке кірді. Бөлме кішкене болатын. Төсек, столшық, шкаф. Терезеде қалың перде. Төсектің шетінде қыз отырды. Айгерім оның қарындасы. 22 жаста. Ол Ерболды көрді. Оның көзінде ештеңе жоқ еді. Бос қарау. Қош келдіңіз, деді ол. Есікті жабыңыз. Ербол есікті жапты. Ол қарындасына қарады. Оның жүрегі жарылып кеткендей болды. 10 жыл бұрын ол қызғалдай қыз еді. Енді оның көзінде өмір жоқ. Қыз тұрды. Ол куртканы шешуге дайындалды. Ербол қолын көтерді. Жоқ, тоқта, деді ол. Айгерім тоқтады. Қандай мәселе бар ма, деп сұрады ол. Сен мені таныған жоқсың, деп сұрады Ербол. Айгерім оның бетін қарады. Жоқ, деді ол. Сіз кімсіз? Ербол тынысын терең алды. Мен Ербол, деді ол. Сенің ағаң? Айгерім қатып қалды. Оның беті ағарды. Көзі кеңейді. Ол артқа шегінді. Жоқ, деді ол. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ербол маған жақындама. Ербол тұрды қимылсыз. Мен шындықты айтып отырмын, деді ол. Менің атым Ербол Жұмағалиев, біздің әкеміз Амантай Жұмағалиев, анамыз Жібек Сұлтанова, біз Шымкентте Абай көшесінде тұрдық. Сенің 12 жасыңда мен түрмеге түстім. 10 жыл отырдым. 3 күн бұрын шықтым. Айгерім оның көзіне қарады. Онда жас көрінді. Ербол, деді ол әрең естілетін дауыспен. Бұл шын ма? Ербол басын изеді. Иә, деді ол. Мен келдім. Мен кеш қалдым. Бірақ мен келдім. Айгерім оның жанына жүгіріп келді. Құшақтады, жылады. 10 жыл ұстап жүрген жылау еді бұл. Ербол оны құшақтады. Олар екеуі де жылады. Кешіріңіз, деп шыбырлады Ербол. Мен сені қорғамадым. Мен сені тастадым. Жоқ, деді Айгерім, сенің кінәң жоқ. Сен білмедің. Олар бірге отырды төсекте. Ербол сұрады, не болды? Айгерім айтты. Әкесі мен анасы өлгенін. Үйді банк алғанын. Көшеде қалғанын. Әйел келіп алдағанын. Алматыға алып келгенін. Паспортын алып қойғанын. Күшпен жұмыс істетіп жатқанын. 2 жыл болды. Ербол тыңдады. Оның қолы қатты қысылды. Жұдырық әк боп кетті. Биліп жатырсың, деді ол. Мен сені мұнан шығарамын. Олай етпе, Ербол, деді Айгерім, олар өлтіреді. Оларда күзет бар.
Қару бар. Полиция солардың қолында. Сен кетсең мен аман қаламын. Ербол оның көзіне қарады. Мен 10 жыл сені армандадым деді ол. Әр түнде мен ойладым сені көру туралы. Енді сені таптым. Мен сені қайтадан жоғалтпаймын. Біз қашамыз. Қалай деп сұрады Әйгерім, әр қайсымызды бөлек алып кетеді. Күзет бар. Камера бар. Қашып кету мүмкін емес. Ербол ойланды. Маған сен. Олар сені қай уақытта алып кетеді деп сұрады ол. Әйгерім жауап берді. Әр түнде 12-де. Біз барлығымыз бірге көлікке отырамыз. Бізді жатақханаға апарады. Қанша қыз деп сұрады Ербол. 15 қыз деді Әйгерім, бір көлікте. 2 күзетші бар. Ербол ойланды. Жақсы деді ол. Менің жоспарым бар. Ертең түнде дайын тұр. Мен сені шығарамын. Ербол тұрды. Уақыт бітті. Оған кету керек еді. Ербол деді Әйгерім, рас па? Сен шындықты келесің. Ербол оны құшақтады. Рас деді ол. Мен сені ешқашан тастамаймын. Ол есіктен шықты. Жүрегінде үміт пен қорқыныш араласқан еді. Ербол көшеге шықты. Мұраттың көлігі күтіп тұрды. Ол көлікке отырды. Қалай болды деп сұрады Мұрат, Ербол айтты. Ол Әйгерімді көргенін. 2 жылдан бері қамалып жүргенін. 15 қызбен бірге күзет астында тұрғанын. Мұрат тыңдады. Оның беті қатайды. Біз не істейміз деп сұрады ол. Ербол жоспарын айтты. Ертең түнде олар қыздарды алып кететін көлікті күтеді. Жолды бұғаттайды. Күзетшілерді есінен айырады. Қыздарды босатады. Мұрат басын шайқады. Бұл өте қауіпті деді ол. Олар қаруланған. Біз екеуміз ғана. Егер олар атса біз өлеміз. Басқа нұсқа жоқ деді Ербол. Әйгерім сол көлікте болады. Мен оны босатуым керек. Мұрат ұзақ үндемей қалды. Жарайды деді ол ақырында. Мен көмектесемін. Бірақ бізге дайындық керек. Қару керек. Көлік керек. Жоспар керек. Олар Мұраттың үйіне оралды. Жанар үндемей тамақ дайындады. Ол білді ермен досы қауіпті нәрсе жасамақшы екенін. Бірақ ол сұрақ қоймады. Түнде Ербол пен Мұрат жоспарлады. Мұрат айтты, менің досым бар деді ол. Бұрын армияда қызмет еткен. Оның қолында мылтық бар. Мен сұраймын. Ербол айтты, қару керек емес деді ол. Біз адам өлтірмейміз. Біз тек Әйгерімді аламыз. Тек қорқыту үшін керек деді Мұрат. Күзетшілер қарусыз тыңдамайды. Жарайды деді Ербол. Келесі күн олар дайындалды. Мұрат досынан 2 мылтық алды. Екеуі де ескі, бірақ атады. Ол сонымен бірге екінші көлік тапты. Досынан қарызға алды. Жоспар қарапайым еді. Олар Ақгүл салонынан шыққан көлікті күтеді. Көлік қараңғы көшеден өтеді. Сол жерде олар жолды бұғаттайды. Мұрат жүргізушіге мылтық көрсетеді. Ербол артқы есікті ашады. Әйгерімді алады. Басқа қыздар да қаласа шығады. Содан олар қашады. Кешке Ербол дайындалды. Ол қара киім кигенді. Мұрат да солай етті. Олар көлікке отырды. Сағат 11 болды. Олар салонға жақын көшеге барды. Шамдары өшірілген көлік тұрақтады. Олар күтті. Сағат 12 болды. Дәл уақытында салон есігінен қыздар шықты. 15 қыз. Олардың арасында Әйгерім бар еді. Қыздар үлкен көлікке отырды. 2 күзетші бар еді. Бірі жүргізуші. Екіншісі артта отыр. Көлік жүрді. Мұрат іздеп жүргізді. Олар көшелерден өтті. 5 минут кейін олар қараңғы жолға келді. Мұнда деді Ербол. Мұрат газды басты. Олар алдынан қарсы шықты. Көлік алдында тоқтады. Мұраттың көлігі жолды бұғаттады. Мұрат көліктен секіріп түсті. Мылтықты көтерді. Қозғалма деп айқайлады ол. Күзетші жүргізуші есікті ашты. Оның қолында пышақ бар еді. Мұрат атты. Оқ көлік шатырына тиді. Күзетші қайтадан отырды. Ербол артқы есікке жүгіріп келді.
Ашты, Әйгерім деп айқайлады ол. Шық, қыздар шықты. Әйгерім бірінші болды. Артынан тағы 3 қыз. Басқалары қорқып қалды. Екінші күзетші есіктен шықты. Оның қолында қару бар еді. Ол Ерболға бағыттады. Мұрат қайта атты. Оқ күзетшінің аяғына тиді. Ол құлады. Жүгір деді Ербол. Әйгерім жүгірді. Тағы 3 қыз жүгірді. Олар Мұраттың көлігіне отырды. Мұрат газды басты. Көлік тез қозғалды. Артынан айқай естілді. Күзетші жүргізуші көлігін бұрды. Олар қуа бастады. Мұрат тез жүргізді. Көшелер тар еді. Олар бұрылыс жасады. Тағы бір бұрылыс. Артқы көлік жақындай берді. Қару дауысы естілді. Оқ терезені жарды. Қыздар айқайлады. Мұрат тез жүргізді. Олар үлкен көшеге шықты. Шамдар көп. Адамдар көп. Артқы көлік тоқтады. Олар қуудан қалды. Көп адам бар жерде олар ату қауіпті деп есептеді. Мұрат тоқтамады. Ол қаланың басқа бөлігіне жүргізді. 20 минут кейін олар Мұраттың досының үйіне жетті. Тоқтады, бәрі қауіпсіз ба деп сұрады. Мұрат Ербол Әйгерімге қарады. Ол тірі. Басқа 3 қыз да тірі. Иә деді ол. Біз аман қалдық. Олар көліктен түсті. Досының үйіне кірді. Есік артынан жабылды. Ербол Әйгерімді құшақтады. Сен еркінсің деді ол. Артық қамаулық жоқ. Әйгерім жылады. Алғыс ағам деді ол. Сен менің өмірімді сақтадың. Бірақ Ербол білді бұл басы ғана. Қыздарды босатты. Бірақ қылмыс тобы іздейді. Олар қашты. Енді не болады? Мұраттың досы Ермек үлкен үйде жалғыз тұратын. Оның әйелі оны тастап кеткен, балалары жоқ. Ол Мұратты түрмеден білетін. Екеуі бір камерада отырған емес, бірақ дос болған. Ермек есігін ашты. Оның көзі кеңейді қыздарды көргенде. Не болып жатыр деп сұрады ол. Мұрат түсіндірді. Ермек басын шайқады. Сендер ақымақсыңдар деді ол. Сендер не істедіңдер білесіңдер ме? Бұл қыздар ірі бизнестің меншігі. Олар сендерді іздейді. Олар тыныш қалмайды. Біз білеміз деді Ербол. Бірақ бізге көмек керек. Бір түнге жасырын. Ертең біз шешім табамыз. Ермек ойланды. Жарайды деді ол. Бір түнге. Бірақ ертең сендер кетесіңдер. Менің үйім өртенгісі келмей. Қыздар ішке кірді. Олар шаршаған, қорқыныш. Әйгерімнен басқа 3 қыз бар еді. Олардың аттары Гүлнәр, Жанар, Сауле, барлығы жас, 20 жасқа толмаған. Жанар үйінде бар деді ол. Мен Петропавлда тұрамын. Онда апам бар. Мен сол жаққа барамын. Сауле айтты, менің үйім Қарағанды деді ол. Апам мен әкем ажырасқан. Бірақ апам қабылдайды. Гүлнәр үндемей қалды. Ол әрең 20 жасқа келген. Менде ешкім жоқ деді ол ақырында. Анам қайтыс болған. Әкем ішкіш. Мен үйіне барсам ол мені қайта сатады. Ербол оған қарады. Сен Әйгеріммен бірге боласың деді ол. Біз сені тастамаймыз. Түнде олар ұйықтамады. Ербол терезеден қарады. Көше тыныш. Бірақ ол білді таң атқанша олар қауіпсіз. Бірақ ертең не болады? Мұрат оған жақындады. Ербол, мен ойландым деді ол. Әйгерімді Шымкентке жіберу керек. Ол онда жасырынады. Бірақ саған не болады? Мен қаламын деді Ербол. Олар мені іздейді. Егер Әйгерім қашса, олар оны тез табады. Бірақ егер мен қаласам, олар маған ұрынады. Мен өзіме назар аударамын. Әйгерім қауіпсіз кетеді. Бұл ақымақтық деді Мұрат, олар сені өлтіреді. Өлсе де өлемін деді Ербол. Бірақ Әйгерім өмір сүреді. Таңертең Әйгерім оянды. Ербол оған айтты. Сен Шымкентке барасың деді ол. Қадыр аға сені қабылдайды. Сен онда жасырынасың. Жоқ деді Әйгерім, мен сені тастамаймын. Біз жаңа ғана кездестік. Тыңда Әйгерім деді Ербол. Мен 10 жыл түрмеде отырдым сені қорғамағаным үшін.
Енді мен сені қорғаймын. Сен маған көмектесесің, кет. Мен артыңнан келемін. Бірақ алдымен сен қауіпсіз жерде болуың керек. Айгерім жылады. Ербол ағам, деп мұқалды ол. Мен сені жоғалтқым келмейді. Сен мені жоғалтпайсың, деді Ербол. Мен келемін. Сенімді бол. Күндіз Мұрат Айгерімді вокзалға барды. Гүлнәр онымен бірге барды. Екеуіне де билет алды Шымкентке. Жанар мен Сауле өз қалаларына кетті. Ербол салондан алыстап. Есепті қалай қорқыныш жоғалғанда, қалай босанғанда Айгерім мен Гүлнәр пойызға отырды. Мұрат оларға ақша берді. Көп емес, бірақ жолға жетеді. Пойыз жүрді. Айгерім терезеден қарады. Алматы қалаладан. Оның 2 жылдық қабырғасынан. Ол еркін. Бірақ оның жүрегі ауырды. Ербол қалды. Ол қауіпте. Кешке Ербол мен Мұрат Ермектің үйінде қалды. Есік қағылды. Екеуі секіріп тұрды. Ермек есікті ашты. Сыртта полиция тұрды. 2 офицер. Бізге хабар келді, деді олардың бірі. Осы үйде қылмыскерлер жасырынған. Ермек титіркеніп кетті. Жоқ, деді ол. Мен жалғызбын. Офицерлер ішке кірді. Олар үйді тексерді. Ербол мен Мұрат жертөледе жасырынды. Жабық. Қараңғы, олар тыныш отырды. Жоғарыда аяқ дыбысы естілді. 10 минут өтті. Офицерлер шықты. Ештеңе жоқ, деді олар. Алдаған шығар. Есік жабылды. Ербол мен Мұрат шықты. Олар білді, уақыт таусылды. Полиция іздеп жүр. Салон қожайындары оларды тапқанша мәселе ғана. Түн болды. Ербол мен Мұрат шешім қабылдады. Ермектің үйінде қалу қауіпті. Олар кету керек. Бірақ қайда барады? Мұраттың үйіне барса, оның әйелі қауіпте қалады, деді Мұрат. Менің басқа досым бар. Біз оның үйіне барамыз. Олар көлікке отырды. Мұрат жүргізді. Көшелер қараңғы және тыныш еді. Олар қаланың шығыс бөлігіне барды. Тұрғын үй аудандарынан өтті. Жарты сағат өткенде Мұрат көлікті тоқтатты. Міне, деді ол. Менің досым азамат, ол бізді қабылдайды. Олар көліктен түсті. Есікке жақындады. Мұрат қағылды. Ешкім шықпады. Қайта қағылды. Үндемеу, ол үйде жоқ шығар, деді Ербол. Олар артқа бұрылды. Сол кезде 3 көлік келді. Жарықтары қосылды. Көліктен адамдар түсті. 10 адамға жуық. Қолдарында таяқ бар. Кейбіреулерде пышақ. Біреуінің қолында мылтық. Тоқтаңдар, деп айқайлады олардың біреуі. Сендер қашпайсыңдар. Ербол мен Мұрат бір-біріне қарады. Олар қоршауда. Адамдар жақындай берді. Олардың ішінде бір адам алға шықты. Ол 40 жасар, қалың киім киген адам еді. Оның бетінде жара бар. Сендер екеуіңнің атын білемін, деді ол. Ербол Жұмағалиев және Мұрат Сейітов, сендер менің қыздарымды ұрлаған болдыңдар. Қандай қыздар, деді Ербол. Олар сіздің меншігіңіз емес. Олар адам. Адам па, деп күлді ол. Олар тауар. Мен оларға ақша төледім. Оларды әкелдім. Оларды тамақтандырдым. Олар менікі. Сендер оларды ұрладыңдар. Енді сендер төлейсіңдер. Неге біздің өлтірмеуіміз керек, деп сұрады Ербол. Өйткені, деді ол, адам. Мен ақылды адамын. Өлі адамнан ақша ала алмайсың. Бірақ тірі адам жұмыс істей алады. Сендер маған қарызсыңдар. Әр қыз үшін $5,000. 4 қыз. $20,000. Бізде ондай ақша жоқ, деді Мұрат. Білемін, деді ол. Сондықтан сендер жұмыс істейсіңдер. 3 жыл. Сендер маған қызмет етесіңдер. Қандай қызмет, деп сұрады Ербол. Қандай керек болса, деді адам. Тауар тасимал. Адам жинау. Қорғау, барлығы 3 жылдан кейін сендер бос. Ал егер келіспесек, деп сұрады Мұрат. Адам қолын көтерді. Оның артындағылар таяқты көтерді. Онда сендер өлесіңдер, деді ол. Қазір осында. Ербол ойланды. Оның миында ойлар жүгірді. 3 жыл құлдық. Немесе өлім.
Бірақ егер ол өлсе, Айгерім жалғыз қалады. Егер ол қалса, ол тірі болады. 3 жылдан кейін ол босайды. Айгерімге барады. Ол адамға қарады. Мен келісемін, деді ол. Бірақ бір шартпен. Ербол жоқ, деп айқайлады Мұрат, олар сені өлтіреді. Тыныш бол, деді Ербол. Қандай шарт, деп сұрады адам. Айгерім мен басқа қыздар еркін, деді Ербол. Сіз оларды іздемейсіз. Оларды қауіп төндірмейсіз. Оларды тастайсыз. Адам ойланды. Жарайды, деді ол. Мен келісемін. Бір қыз маған керек емес. Бірақ сен 3 жыл қызмет етесің. Ал досың, деп сұрады Ербол Мұратқа қарап. Ол еркін, деді адам. Ол қыздарды ұрламаған. Сен ұрладың. Сен төлейсің. Жоқ, деді Мұрат, мен оны тастамаймын. Кет, деді Ербол. Айгерімге қара. Оған айт, мен келемін деп. 3 жылдан кейін. Мұрат жылады. Ербол, бауырым, деді ол. Кет, деді Ербол. Адамдар Мұратты жібергізді. Ол көлікке отырды. Ақыр рет Ерболға қарады. Содан кетіп қалды. Ербол қалды. Адам оған жақындады. Енді сен меніксің, деді ол. Менің атым Серік, сен маған 3 жыл қызмет етесің. Егер қашсаң, сені өлтіремін. Егер қарсылық білдірсең, өлтіремін. Түсінікті ме? Түсінікті, деді Ербол. Жақсы, деді Серік, бірінші жұмысыңа бастайсың ертең. Ерболды көлікке отырғызды. Қара қапты басына кигізді. Көлік жүрді. Ербол білмеді қайда барады. Ол тек білді, оның өмірі енді Серіктің қолында. 3 жыл. 1900 күн. Бірақ Айгерім еркін. Ол Шымкентте қауіпсіз. Бұл маңызды. Көлік тоқтады. Ерболды түсірді. Қапты алды. Ол қараңғы ғимаратта тұрды. Жертөле сияқты. Суық және ылғалды. Бұл сенің үйің, деді Серік, 3 жылға. Қош келдің құлдыққа. 3 жыл өмірден өткендей болды. 1900 күн. Әр күні ауыр жұмыс. Әр түні азап. Ербол көп нәрсе көрді. Ол тауар тасыды, көлікпен жүк әкелді. Ол адам жинады, қыздарды алдап әкелді қалаларында. Ол соқты және соғылды. Ол өлім көрді. Ол өзін адам емес сезінді. Құл сияқты. Бірақ ол сабырлы болды. Өйткені ол білді, әр күн өткенде Айгерімге жақындап барады. Бірінші жылы ол Серіктің адамдарымен жұмыс істеді. Олар оны сынады. Ұрды, қорлады, бірақ Ербол шыдады. Ол түрмеде отырған. 10 жыл. 3 жыл оған көп емес. Екінші жылы оны басқа қалаларға жіберді. Астанаға, Ақтөбеге, Қарағандыға қыздар жинады. Олардың жасы 16 мен 20 аралығында. Ербол оларды көргенде көзіне Айгерімнің бейнесі келді. Бір күні ол Серікке айтты. Мен мұны істей алмаймын, деді ол. Бұл дұрыс емес. Серік оны ұрды. Сенің ойың маған керек емес, деді ол. Сен роботсың. Сен істейсің не айтса соны. Ербол шыдады. 3-ші жылы Серік оған сенді. Ербол басқа адамдарға жұмыс бере бастады. Ол қару тасыды. Ақша санады. Кейде ол Серіктің жанында отырды. Кездесулерде Серік оған айтты. Сен жақсы қызметкерсің, деді ол. Мен сені ұстап қалғым келеді. 4 жыл қосамыз. Жоқ, деді Ербол. Біз келісім жасадық. 3 жыл. Серік күлімсіреді. Дұрыс, деді ол. Келісім. Сен еркінсің, жазайында. Ербол санады. 9 күн қалды. 8 күн. 7 күн. Әр күн мәңгілік сияқты созылды. 3 күн қалғанда Серік оны шақырды. Ербол, деді ол. Сен де жақсы қызмет істедің. Мен сені құрметтеймін. Бірақ саған айтуым керек нәрсе бар. Не, деп сұрады Ербол. Қарындасың туралы, деді Серік. Айгерім. Ербол қатып қалды. Оның жүрегі тоқтағандай болды. Ол қайда, деп мұқалды ол. Шымкентте, деді Серік. Менің адамдарым оны тапты. 2 жыл бұрын. Бірақ мен оны тимедім. Өйткені біздің келісіміміз болды. Ербол тынысын жиды.
Алғыс, деді ол. Бірақ, деді Серік, саған айтуым керек. Ол жұмыс істейді. Базарда көкөніс сатады. Өмір қиын. Бірақ ол тірі. Ербол басын изеді. Ақырында Серік айтты. 2 күннен кейін сен еркінсің, деді ол. Мен саған жол ақшасын беремін. Шымкентке барасың. Бірақ саған айтамын. Егер қайта қыздар ұрласаң, келісім жоқ. Мен сені өлтіремін. Және қарындасыңды да. Түсінікті ме? Түсінікті, деді Ербол. Мен ештеңе істемеймін. Тек өмір сүргім келеді. Жақсы, деді Серік. 2 күн өтті. 1900 күн аяқталды. Ербол тұрды Серіктің кеңсесінде. Серік оған конверт берді. Мына, деді ол. $500. Сенің еңбегің үшін. Және тағы бір нәрсе. Ол паспортты берді. Ербол өзінің паспортын алды. 3 жыл көрмеген. Сен еркінсің, деді Серік. Кет, және ешқашан қайтпа. Ербол есіктен шықты. Ол көшеде тұрды. Алматы қаласы оған бөтенеді. 3 жыл бұл қаланың қараңғы жерінде өткен. Енді ол жарықта тұр. Ол еркін. Бірақ ол білді, шынайы еркіндік тек Айгерімді кездескенде келеді. Ол вокзалға барды. Билет сатып алды. Шымкентке пойыз кешке кетеді. Ол күтті. Сағаттар өтті. Ақырында пойыз келді. Ербол вагонға отырды. Пойыз жүрді. Алматы артта қалды. Алдында Шымкент, алдында Айгерім. 10 сағат кейін пойыз Шымкентке жетті. Таң ата бастады. Ербол пойыздан түсті. Ол 13 жыл бұрын осы вокзалдан кетті. Полиция оны әкеткен кез. Түрмеге енді ол қайтып оралды. Ол көшелерге шықты. Қала өзгерген. Жаңа ғимараттар. Жаңа дүкендер. Бірақ кейбір жерлер таныс. Ол базарға барды. Үлкен базар. Адамдар көп. Дауыстар мен иістер. Ол көкөніс қатарына барды. Көздері іздеді. Әр қатарды қарады. Әр сауда орнын тексерді. Содан көрді. Айгерім оның қарындасы. 25 жаста. Ол көкөніс сатып тұр. Киімі қарапайым. Шашы ұзын. Бетінде шаршағандық. Бірақ көзінде өмір бар. Ербол жақындады. Жүрегі қатты соқты. Қол дірілдеді. Ол оның қасына келді. Айгерім көтеріп қарады. Екеуі бір-біріне қарады. Уақыт тоқтағандай болды. Айгерім титіркеніп кетті. Оның қолындағы қияр құлады. Ербол, деп шыбырлады ол. Бұл сен бе? Ербол басын изеді. Иә, деді ол. Мен қайттым. Айгерім сауда орнынан секіріп шықты. Құшақтады, жылады. Базардағы адамдар оларды қарады. Бірақ олар үшін бәрі бір еді. Екеуі қайта бірге болды. 13 жылдан кейін. Сен қайда едің, деп сұрады Айгерім. 3 жыл мен сені күттім. Мұрат айтты сен қайтасың деп. Бірақ хабар жоқ еді. Мен қорқтым. Ербол бәрін айтып берді. Серікпен келісім жасағанын. 3 жыл қызмет еткенін. Қалай оларға жұмыс істегенін. Қалай сабырлы болғанын. Қалай күткенін. Айгерім тыңдады. Жылады. Сен мен үшін құрбан болдың, деді ол. 3 жыл құлдық. Мен үшін. Ербол оның көзіне қарады. Сен менің қарындасымсың, деді ол. Мен сені қорғауға міндеттімін. Бұл құрбан емес. Бұл парыз. Олар базардан кетті. Айгерім оны үйіне апарды. Кішкене бөлме. Қарт Қадырдың үйінің бөлімі. Қадыр Айгерімді қабылдаған еді 3 жыл бұрын. Берген жер. Көмектескен. Ербол ішке кірді. Ескі жиһаз. Бірақ таза. Жылы үй. Қадыр кіріп келді. Ербол, деді ол. Сен қайттың. Қарт адам жылады. Ол Ерболды құшақтады. Мен күттім, деді ол. Мен білдім сен қайтасың. Үшеуі отырды. Шай ішті. Сөйлесті. Айгерім айтты. 3 жыл не істегенін. Қалай базарда жұмыс істегенін. Қалай ақша жинағанын. Қалай армандағанын. Енді не істейсіңдер, деп сұрады Қадыр. Білмеймін, деді Ербол.
Мен түрмеден шыққан адаммын. Жұмыс табу қиын. Ақшам аз. Болашағым жоқ. Айгерім оның қолынан ұстады. Бәрібір, деді ол. Біз бірге боламыз. Бұл маңызды. Қалғаны шешіледі. Келесі күндер өтті. Ербол жұмыс іздеді. Бірақ ешкім оны қабылдамады. Түрмеде 10 жыл отырған. Құжаттары дұрыс емес. Білімі жоқ. Ол базарда жұмыс істей бастады. Айгерімге көмектесті. Қораптар тасыды. Тауар әкелді. Аз ақша. Бірақ тіршілік. 1 ай өтті. 2 ай. 3 ай. Өмір тыныш болды. Бірақ Ербол білді, бұл мәңгілік болмайды. Кейбір түнде ол түс көрді. Серікті көрді. Алматыны көрді. Қыздарды көрді. Ол терлеп оянды. Айгерім оған айтты. Түспе деп сұрады ол. Иә, деді Ербол. Өткенді көремін. Ол кетпейді. Уақыт кетеді, деді Айгерім. Сен жақсы адамсың. Сен мені қорғадың. Енді өмір сүре бер. Bir күні Ербол базардан оралды. Үйінде Мұрат отырған еді. Досы 3 жылдан кейінгі алғаш рет. Мұрат деп айқайлады Ербол. Екеуі құшақтасты. Мұрат семірген. Бірақ көзі сол бұрынғыдай мейірімді. Қалайсың бауырым, деп сұрады ол. Жақсы, деді Ербол. Енді жақсы. Сен қалайсың? Мұрат айтты. Алматыда тұрады. Ресторанда жұмыс істейді. Әйелі Жанармен бірге. Балалары жоқ. Бірақ бақытты. Мен естідім, сен қайттың, деді ол. Сондықтан келдім. Көргім келді. Екеуі сөйлесті. Көп сөйлесті. Түн біткенше. Мұрат айтты. Ербол, егер қажет болса Алматыға кел, деді ол. Менің ресторанда орын бар. Жұмыс беремін. Рахмет, деді Ербол. Бірақ мен мұнда қаламын. Айгерім мұнда. Үйім мұнда. Мұрат түсінді. Ертеңіне ол кетті. Бірақ қалар алдында айтты. Егер қауіп болса хабарлас, деді ол. Мен әрқашан көмектесемін. Ербол білді, оның досы бар. Оның отбасы бар. Оның үйі бар. Бұл жеткілікті. 6 ай өтті. Өмір жақсара бастады. Айгерім аз да болса ақша жинады. Ербол да жинады. Олар жаңа үй жалдады. Кішкене 2 бөлме. Бірақ өздерінікі. Айгерім күлімсіреді. Біз бастадық, деді ол. Жаңа өмір. Ербол оған қарады. Иә, деді ол. Біз бастадық. Бірақ оның ішінде қорқыныш әлі де бар еді. Өткен кетпейді. Жыл өтті. 1996 жыл. Ербол мен Айгерім Шымкентте тұрды. Өмір оңай емес болды. Базарда жұмыс. Аз табыс. Бірақ олар бірге еді. Бұл маңызды. Bir күні Ербол үйге оралды. Айгерім есікте күтіп тұрды. Оның бетінде қуаныш бар еді. Не болды, деп сұрады Ербол. Айгерім айтты. Мен жұмысқа қабылдандым, деді ол. Дүкенде сатушы болып. Жақсы табыс. Нормалды уақыт. Енді базар жоқ. Ербол құшақтады. Құттықтаймын, деді ол. Сен лайықсың. 1 ай кейін Ербол да жұмыс тапты. Құрылыста жұмысшы болды. Ауыр жұмыс. Бірақ ақша жақсы. Олар ақша жинай бастады. Армандар пайда болды. Кішкене үй сатып алу. Балалар тәрбиелеу. Қалыпты өмір. Айгерімде жігіт пайда болды. Талғат есімді жас жігіт. Ол дүкенде жұмыс істейді. Мейірімді, адал, ол Айгерімге ұнады. Bir күні ол үйге әкелді. Ербол онымен кездесті. Оларды сынады. Талғат жақсы адам болды. Ол Айгерімге құрмет көрсетті. Ербол оларды жарылқады. 1 жылдан кейін олар үйленді. Кішкене той болды. Көп адам жоқ. Тек Қадыр, Мұрат, бірнеше дос. Бірақ қуанышты. Айгерім бақытты болды. Ербол оны қарады, және сезді, оның міндеті орындалды. Ол қарындасын қорғады. Енді ол өз өмірін құрды. Бірақ Ербол үшін тыныштық келген жоқ.
Түнде түстер келді. Серік, Алматы, қыздар, қан, ол қорқып оянды. Айгерім енді басқа үйде тұрды. Талғат пен Ербол жалғыз еді. Ол жұмысқа барды. Үйге оралды. Жалғыз отырды. Қадыр оған айтты. Ербол, сен әйел алуың керек деді ол. Отбасың болуы керек. Жалғыздық жақсы емес. Білемін деді Ербол. Бірақ мен дайын емеспін. Менің өткенім көп. Ешбір әйел мұны түсінбейді. Уақыт кетеді деді Қадыр. Сен жақсы адамсың. Сен лайықсың бақытқа. Бір күні Ербол түс көрді. Серік келді. Ол айтты, біздің келісім бітті деді ол. Енді мен қарындасыңды аламын. Ербол қорқып оянды. Терлеген жүрегі қатты соқты. Ол терезеге қарады. Таң атты. Жұмысқа баруы керек. Бірақ ол бара алмады. Қорқыныш тым күшті болды. Ол Айгерімге телефон соқты. Әсем, сен ба деп сұрады ол. Иә ағай деді Айгерім. Қандай мәселе? Ештеңе деді Ербол. Тек естігім келді даусыңды. Ербол, қауіпсің бе деп сұрады Айгерім. Жоқ деді ол. Барлығы жақсы. Телефон сөніп қалды. Ербол білді, ол өтірік айтты. Барлығы жақсы емес. Қорқыныш әлі де ішінде тұр. Ол вокзалға барды. Поездға қарады. Алматыға баратын пойыз. Ол ойланды, барайын ба? Серікті тауып аяқтайын ба? Бірақ білді, бұл ақымақтық. Серік күшті. Ол өледі. Айгерім жалғыз қалады. Ол кетті вокзалдан. Үйге оралды. Күндер өтті. Аптар, айлар, 2 жыл өтті. 1998 жыл болды. Ербол 32 жаста. Айгерім 27 жаста. Бала болды оның. Қыз атын Жібек қойды, апасының есімі. Ербол әжесі болды. Ол баланы көрді және жылады. Қуаныштан өмір жалғасты. Бір күні Мұрат хабармен келді. Ербол деді ол. Сен естідің бе? Серік өлді. Ербол титіркеніп кетті. Қалай деп сұрады ол. Атылған деді Мұрат. Алматыда басқа бандиттермен дау болған. Көшеде атқан. Өлген, оның адамдары таратылған. Бизнесі жабылған. Ербол отырды. Дірілдеді. Бұл ақиқат па деп сұрады ол. Ақиқат деді Мұрат. Менің адамдарым растады. Серік жоқ. Енді сен еркінсің. Шынымен еркін. Ербол жылады. 15 жыл түрмеде. 3 жыл құлдықта. 4 жыл қорқыныш. Барлығы 22 жыл. Өмірінің жартысы. Бірақ енді бітті. Ол еркін. Ол Айгерімге барды. Бәрін айтты. Серік өлгенін. Енді қауіпсіз екенін. Айгерім жылады. Құшақтады. Біз аман қалдық деді ол. Біз бірге аман қалдық. Ербол баланы көтеріп алды. Жібек. Оның жиені. Жаңа өмір. Жаңа үміт. Ол білді, күрес аяқталды. Өмір ауыр болды. Көп нәрсе жоғалды. Бірақ бір нәрсе алынды: отбасы. Сүйіспеншілік, бостандық. Қазір Ербол 43 жаста. Айгерім 38 жаста. Олар Шымкентте тұрады. Жібек 15 жаста. Мектепте оқиды. Ербол әлі де құрылыста жұмыс істейді. Айгерім дүкен меңгерушісі болды. Қадыр қайтыс болды 6 жыл бұрын. Бірақ олар оны естелейді. Мұрат әлі де Алматыда, олар жылына 1 рет көрседі. Кейде Ербол түн ойланады. 13 жыл. 10 жыл түрме. 3 жыл құлдық. Бұл қандай баға? Бірақ Айгерім еркін. Бұл жалғыз маңызды нәрсе. Қандай баға төледіңіз бостандық үшін? Қандай құрбан шығардыңыз отбасыңыз үшін? Ербол білді, ол барлығын берді. Бірақ ештеңе өкінбейді.